барша қазақстандықтарды 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Көктемнің алғашқы мерекесі болып табылатын атаулы күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын символы. Бұл мереке бізді жақындастырып, бірлігімізді нығайта түссін. Бабаларым, рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көркеуде, қобызыңмен қосып бәрімен тіл бердің, өміргенен мылқа болып елгенде. Бабаларым, рахмет сендерге. Түн ұйқысын төрт білетін көз ілмей, жан бар мекен мейірімді өзіңдей. Тілекшісі әлемдегі бар баланың, пейілің жарқыраған бейне күндей. Аналарым, рахмет сіздерге. Қашанда қарыздармын әке саған. Әр қашан мейіріміңді төктің маған. Жүректің арнабыстық махаббатын, әкетай, шексіз алғыс айттым саған. Әкелер, рахмет сіздерге. Ұстазым, сөзің асыл баға жетпес, әр сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес. Шәкірттің баласындай қадірлеген, ұстазым 1000 алғыста саған жетпес. Ұстаздарым, рахмет сіздерге. Анама алғыс айтамын өмір сыйлағаны үшін. Әкеме алғыс айтамын қорған болғаны үшін. Ата-әжеме алғыс айтамын ыстық алақаны үшін. Табиғат анаға мейірімді күн үшін. Ұстаздарыма тәрбие мен білім үшін. Достарыма адалдығы үшін. Мың алғыс! Біз бұл алғыс айту челленджін оқушылар сарайының Балдәурен вокал үйірмесіне жолдаймыз.